Сәлем қыздар. Бүгін өте дәмді және жұмсақ нан пісіреміз. Ол үшін бізге жылы су, ұн, өсімдік майы, қант, ашытқы, тұз қажет. Жылы суға ең алдымен қант, ашытқы, тұз қосып жақсылап араластырамыз. Көтеруге 10 минутқа қойып қоямыз. Ситадан өткізілген ұнға дайын қоспамызды қосып жақсылап араластырамыз. Өсімдік майын қойып жақсылап қамыр қылып илеп 30 минутқа көтеруге қойып қоямыз. Арасында басып тұру керек. Арнайы ұнаған формамызды жасап көтеруге қойып жұмыртқаның сарысын жағып қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіреміз. Нанымыз дайын, ас болсын. Сіздермен болған